Сәлем достар, каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен осындай лепешка мен батон пісіретін боламыз. Бұл рецептпен жасасаңыз, сізде бірден шығатын болады. Қараңыздар, қандай жұмсақ, керемет болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар достар. Мен сіздерді күтетін боламын. Рецептерді описанияға жазып қоятын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай күшті болып шықты. Дрожь, тұз, қант, сұйық май, ыстық су, сүт қосып, қамыр илейміз. Ұнымызды салып, жұмсақ қыламыз. Осы рецептпен жасасаңыз, сізден бірден шығатын болады. Менде бұрын дұрыс шықпайтын, осы рецептпен күшті шықты. Көтерілген соң тағы да бір рет қайырып, 5 минут қойып қоямыз. Сосын алып, осы бөліктерге бөліп, листімізге саламыз. Майлап астын. Болмаса, пергамент салсаңыздар да болады. Тағы да бұны духовкада жылы жерде 10 минут ұстаймын. Сосын духовканы қосып пісіретін боламыз. Күнжіт септім, бетіне жұмыртқа жағып. Керемет болады қыздар. Жасап көріңіздер, осындай жұмсақ, löпілдеп тұрады. Ас болсын.